Келесі тақырып үшбұрыштар теңсіздігі. Үшбұрыштар теңсіздігінде білу керек нәрсе бұл үшбұрыштың кез келген қабырғасы қалған екі қабырғасының қосындысынан кіші болады, ал айырмасының модулінен үлкен болады. Мысалға үшбұрыш салатын болсақ, қабырғалары А, Б, С болсын, бұрыштары альфа, бета, гамма болсын. Бұл жерде С қабырғасы А мен Б-ның қосындысынан кіші болады, ал А мен Б-ның айырмасының модулінен үлкен болады. Тура сол сияқты Б-ға да С-ға да формуланы қорытып жазып шығаруға болады. Мысалға, АБС үшбұрышы берілсін, АБ қабырғасының ұзындығы 4-ге, АС қабырғасының ұзындығы 6-ға, ал БС қабырғасының ұзындығы X болсын. Бізге табу керек X-тің ең кіші мәнін. Бұл есепті шығару үшін біз X-ті ортаға қоямыз да, екеуінің айырмасынан, яғни 6 азайтылған 4-тің модулінен үлкен, ал 6 мен 4-тің қосындысынан кіші деп аламыз. 6-дан 4-ті азайтқан кезде 2 болады, модульден 2 шығады да, 6-ға 4 қосқан кезде 10 болады. Сонда біздің X-іміз қабылдайды 2 мен 10-ның арасындағы сандарды. Теңсіздігіміз қатаң болғандықтан 2 мен 10 кірмейді. Ең кішісінен бастап, 3-тен бастап 9-ға дейінгі бүтін сандар X-тің қабылдай алатын мәндер болады. Есептің шартында бізге X-тің ең кіші бүтін мәнін тап деген, сондықтан жауабымыз 3-ке тең болады. Келесі мысалымыз ABCD төртбұрышы берілген. ABCD төртбұрышының қабырғаларының ұзындықтары 9, 12, 14, 13-ке тең. Есептің шартында X-тің қабылдайтын ең кіші бүтін мәні мен ең үлкен бүтін мәнінің қосындысын табыңыз дейді. X-тің ең кіші бүтін мәні мен ең үлкен бүтін мәндерін табу үшін бұл төртбұрышты 2-ге бөліп аламыз. ABD және BCD үшбұрыштарына. ABD үшбұрышын қарастыратын болса, X-тің қабылдайтын мәні 13 пен 9-ның айырмасынан модулінен үлкен болу керек, ал 13 пен 9-ның қосындысынан кіші болу керек. Ол жерден шығатыны 4 болады, 4 пен 22-ның арасы болады. Енді BCD үшбұрышын қарастыратын болсақ, X-тің қабылдайтын мәні 14 пен 12-ның айырмасының модулінен үлкен болу керек, 14 пен 12-ның қосындысынан кіші болу керек. Сонда шығады X-тің қабылдайтын мәні 14 пен 12-ні азайтқан кезде 2 болады, 2 мен 26-ның арасы. Енді осы екі қос теңсіздікті бір-бірімен қиылыстырамыз. Сонда шығатыны қиылыстырған кезде жауабымыз 4 пен 22-ның арасы болады. Сонда X-тің қабылдайтын ең кіші мәні 4 бола алмайды, 5 болады, ең үлкен мәні 22 кірмейтіндіктен 21 болады. Есептің шартында ең кіші бүтін мәні мен ең үлкен бүтін мәнінің қосындысын тап деген, сондықтан 5 қосу 21, 26 болады.